Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін духовкада шашлык әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен пиязды видеода көрсетілгендей етіп ұзыншақтап тураймыз. Енді туралған пиязымызды ыдысқа салып, үстінен тұз сеуіп, қолымызбен жақсылап сығамыз. Осы кезде пияздың соғы бөлінуі тиіс. Алдын ала шығарылған етімізді видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншақтап қалыңдау етіп тураймыз. Оны туралған пияздың үстіне саламыз. Келесі кезекте етімізге дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, кептірілген чеснок, лимон шырынын қосамыз. Барлық дәмдеуіштер қосылған соң, үстіне минералды су құйып, етімізді жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, тоңазытқышқа кемінде 8-10 сағатқа жібереміз. Уақыт өткен соң, осы етімізбен бірге дайындайтын көкөністерді жақсылап жуып, тазалап, кесіп дайындап қоямыз. Мен саңырау құлақтар мен сары және қызыл қызанақтарды таңдадым. Енді ағаш башкаларға ет пен осы көкөністерді алмастыра отырып, ағашқа кіргіземіз. Айта кететін жайт, ағаш башкаларды алдын ала суға салып қойған дұрыс. Салмаған жағдайда ағаш башкаларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Енді барлық ет пен көкөніс біткенше осылай ағаш башкаға кіргіземіз. Шашлыктарымызды қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 40 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде астыңғы бөлігіне противенге су қойып қойған дұрыс. Осымен біздің духовкадағы шашлығымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.